Азия елдері біздің поштаның жұмыс үлгісіне қызығып отыр. Токиода өткен халықаралық конференцияда сөз алғандар осылай десті. 14 мемлекеттің өкілдері бас қосқан жиында жалпы пошта саласындағы мәселелер төңірегінде әңгіме жүрді. Қытай, Үндістан, Филиппин, Пәкістан, Өзбекстан, Қырғызстан және Грузия өкілдері Қазақстанда атқарылып жатқан жұмыс барысына баға берісті. Мамандар қазіргі таңда пошта бөлімшелерін қаржыландыру қиындап барады дегенді айтты. Көптеген елдер шағын елді мекендердегі қосындарына құлып салған. Қазақ елі бөлімшелерді жабу емес, тіпті кейбір жерлерде ашудың ретін қарастырып отырғанына риза болысты. Қазіргі уақытта біз қызмет көрсету сапасын арттыру бағытында жұмыс істеп жатырмыз. Тіпті ауылды аймақтарда сұраныс жоғары. Бүгінде отандық банктермен келісімшарттар жүргізіліп жатыр. Осылайша алдағы уақытта депозиттерді қабылдау, сақтандыру полисін рәсімдеу сынды қызметтер біздің бөлімшелерде көрсетілмек.